Kеш жарық, құрметті көрермендер. Аттестаттау бойынша тікелей эфирімізді бастаймыз. Кеш жарық. Жарық қалайсың? Аллаға шүкір. Өздерің қалайсыңдар? Жүріп жатырық. Тағы қосылатын кісілер бар ма эфирға? Бағана бар секілді еді біраз адам. Сәл күтейік. Соны айтамын. Күтейік. Иә. Не жаңалық бар? Тартып тастаңыз көке. Ничего, тыныштықпыз бір кеше. Да. Өздеріңіз қалайсыздар? Ақырын не. Майдағы адам. Өзбек ағайындар айтпақшы, майдағы адам. Неме? Құдалық кетіп жатқан жоқ па? Әріптестеріңізді құдалық кетіп жатқан жоқ па екен деймін. Министрлік. Білмеймін ғой, бағана бір адам жазып қалды ғой, әлгі стандарттарды талқылауды, білім стандарттарын талқылауды кімге беріпті деді, Құдай-ау. Әлгі ұлттық құндылықтар академиясы деген бірдемеге беріпті деді. Соған мен таңғалып отырмын. Бұл қалай бере салады? Қалай бере салады? Ал мен мынаны реттеп алайын. Ашықтықты қамтамасыз ететін министрлік болсақ көрейік, шақырып. Иә. Кабинеттерде тұрып бақыламай. Мира Барқадат қызы шығам деп жатыр еді. Вот апай сол стандартты өткенде бір не істеп еді, жақсы. Иә. Бұл кісі қатысушы ғой. Біз тек ұсынған нәрселерін ғана көріп отыр. Иә. Өзі қатысса керемет болар еді. Аттестацияның жыры енді совсем ешқандай айтуға сөз жоқ. Эмоциямыздың бәрін бітірді. Иә. Шаршатты совсем. Алады оқу невозможно. Мен Батыс Қазақстанның балиқорымын ғой көке. Иә. Керемет атағым бар ғой. Сол керемет атағымды пайдаланып, осы министрлік тағайындап қойған ана өрлеудің басшысын. Оны өрлеудің басшысының аттестацияға қандай қатысы бар екенін бір Аллам өзі білсін. Сен Батыс Қазақстанға белгілі бәлеқор болсаң, мен белгілі бәлеқор болып кеттім ғой, сендердің арқаларыңда. Сөйтіп отыр. Соның сұрақтарды қоям, жауап береді, сосын мә қателесіп кеттім, қазір қарап қайттан айтам деп қайттан жауап береді. Қатысып отқан кісілердің өздері бұйрықтарын түсіне алмаған ойдым, 83-ші бұйрықты. Сол сөйтіп отырмыз. Мұнан автор деп кімді, Қаныбек Жұмашев деген орта білім комитетінің төрағасын. Оған қосам, ол телефон алмайды, балиқордан аулақ деп. Онан кімге хабарласам, Жомарт Петрович деген біреумен таныстырып еді алдында, жазда барғанда. Сол орта білім комитетінің маманы, Жұлдыз Досберген қызы. Ол кісіге звондасам, айтады, менің аттестацияға қатысым жоқ деп. Мен сіздің комитет дайындап жатыр, сонда қалай сіздің қатысыңыз болмайды? Қатысым жоқ дейм ме? Иә, бір министрлікте отыр, бәрі аттымда ала қашып жатыр. Әлгі орыста бір сөз бар. У семей нянек, дитё без глазу деген. Анау солай болар. Қазақта қойшы көп болса, қой арам өледі деген нәрсе секілді ғой. Тура, соған сәйкес келді. Айман дейді ғой. Бос жүріп көріңізші. Так.
Айманға шақыртуға жіберем. Мейрам екен. Айманға шақырту жіберген ғой. Ол қалай кіретін түсіндіріп жіберші Айманға. Мен телефоннан отырмын. А? Телефоннан отырмын. Айман, әріптеске шығар, қалайсыз? Ана сізге запрос кеткен болар, соны басып қаласыз, алдыңыздан шығады. Қосылуға. Қосылдыңыз ба? Кетпейді, анау бір деген жанып тұратын еді, Айман жақтан жанбай жатыр. Оған бірақ шақырту жіберген. Так. Мына Айман қазір шықты. Айман қосылатын шығар міне. Айман қосылдың ба? Айман қосылдың ба? Айманға шақыртып кеткен. Онда қостым не деді? Onu geçecek bulalım, ha? Так, Мира арқа жатқызып көрінбейді ғой. Анасында бір адам жазып жатыр еді. Ұсыныстарыңыз бар деді. Біреу қосыла алмай отыр ғой. Айман қосыла алмай отырмын дейді ғой. Присоединяется деп шығып тұр, бірақ қосыла алмай тұр. Мен де шығып кетіп базар кіріп жатырмын. Айманға шақырту жіберілді. Санияға да шақырту жіберілген. Сания қарап отыр. Сания қосыласыз ба? Сания сізге де шақырту кеткен. Сания қосылыңыз. Ана кім Мира Барказатқызы кіргенше сіздің Талғардың әлгі мектептің жерін жырлай тұрайық. Сізде бір үлкен проблема болып отыр екен ғой. Мектептеріңіз бір жерге квартирант болып жатыр дей ма, пәтер жалдап тұрып жатыр дей ма, бірдеме дейді. Сәния қосылмады? Көріп отыр да қосылмай жатыр. Шақырту жіберілген. Тілек қабыл бір әлгі неқан кезде, қолың бос кезде WhatsApp-та осыларға қалай қосылуды бір ликбез етесің ғой деймін. Әріптестерге. Жақсы. Сөйтіп, сол айтасың, үйрету керек. Иә. Бүгін ана Наурыз деп немен жүріп, шаралармен жүріп қол тимеді.
Чымкенттен бір әріптесіміз хабарласып еді. Сосын айтты, прямой эфирге шығамын Фейсбукта. иә, Мынау бағана кім ғой, кім деді, Майра. Майра ма? Иә, Майра деген сияқты аты Иә, жөнінің. жаңа сөйлестім айналайын. Анау нені ғой? Ана ТЖБ, БЖБ мәселесі. Мен оған айттым, жалпы 2013 жылы соны алып келген кезде қателік болды. Жоқ, біздің мектепте оған дайын емес еді, мұғалімдер де дайын емес, біздің қоғамда ондай бағалаудың ол жүйесіне дайын емес. Әлі түсініксіздік болады. Сол мәселе. Я сонан мен ол кісіге анонс жіберіңіз, мектебіңізді аты жөнін, енді тек просто Шымкентте Майра деп шыға ма деп не істеп едім, ол кісі түсінбеді ме, сол қалып қойды, нағыз ертеңдер шығарармыз. Жарты сағат бұрын екеуміз жақсылап сөйлестік, мен оған түсіндірдім мән-жайды. Бекерге шаршамай-ақ қойшы дедім, дәл соған байланысты. Жоқ, ол енді бәрібір. Ата-аналар оқу мақсаттарын түсінбегенде, оқу мақсаттарын ата-ана түгілі мұғалімдердің 70-80% түсінбейді дедім да. Мәселен, 9 сыныпта 9 бәрі 2 бірдеме деген цифрлар көбісі білмейді керек десең деймін да. Мұғалімдердің өзі, сен ата-анаға оқып ойлайсың деп, екеуі шығартма деп әбден жұбаттым оған. Жақсы болған онда. Иә. Неден? Нәрсе ғой. Ол формативті бағалау 10 балмен бағалап, ТЖБ-ға бал қойғызғанмен түбінде әкеліп шығарылатын бағамыз. Түбінде шығарылатын бағамыз бәрібір сол 5 балдық жүйеге әкеліп тірегеннен кейін ол жерде шын мәнінде қалай айтуға болады? Иә. Бас қатырға ғой енді, бас қатыр. Оның атын баяғы өзім үйренгенше бардақ дейді, үйренген тілмен айтқанда бардақ дейді, басқа не дейсің? Иә, басқа ештеңе айтуға болмайды. Басқа ештеңе айтуға болмайды. Оны сен жұбаттым, айналайын жүкем шығартпай-ақ қойшы дедім, сен анау жұмысыңнан басқа отбасың бар, бала-шағаң бар, күйеуің бар, солардың жағдайын жасашы. Бір бағаға тырысып, принципке тұрып алғанша дедім. Сөйтіп отырсың. Мәселен, сен өзің мектебіңде де сен күйіп пісіп, адалдық, әділдік деп айтып алсаң, келесі сабаққа барғанда жаңағы келесі мұғалім тесік бердіге ақша жинап атуы мүмкін да? Сол сияқты. Сондай, тура сондай. Патриотизмде терлеп атасың, қызметтен кейін келесі бөлмеде басқа пай тесік берді керек еді, есік берді керек еді. Соған пайын ақшадан жинайық деп бар ма? Енді аттестацияның жөнін бастайық, көке. Так как әріптестеріміз қосты. Өзіңде, мен өткенде пікірімді жаздым, соны айта кетейін. Мынау көрермендер үшін. Жалпы аттестаттауды мынау тек қана қараңыз, жарты шара. Бірінші жасағаннан кейін кешенді түрде жасау керек. Неден бастау керек? Түлектерді педагогикалық мамандықтарға қабылдау жүйесін өзгерту керек. Түлектерді тек қана біліміне қарап бағаламай, оның бейімімен икемін байқау керек, педагогика бар ма деп бірінші. Әртүрлі тесттер анықтауға болады қазір. Психологтар ондай тесттің неше атасы әлгі ПНБ-ға жұмысқа кіретіндер небір тесттер бар ғой, сол секілді сонымен анықтау керек. Олай қабылдау керек, бірінші. Екінші, әлгі аттестаттау комиссияларын кім құрады, оған кім мүше болады, бұл үлкен мәселе. Ана бір қолмен пара алып отқан басшы, екінші қолмен аттестациялық комиссияны құрып отыруына жол беруге болмайды, кейбір басшылардың, дұрыс па? Сондықтан ол бағалау жүйесі, бұл енді кәдімгі бағалау жүйесі ғой, бағалау ғой. Бағалау жүйе әділ, тәуелсіз болу керек. Ол тәуелсіз, оны велосипед ойлап табудың қажеті жоқ, оны кім Нұрмұхамед Досыбаев айтып жүр. Онда байқауымша, оның белгілі бір бізге ыңғайлы жүйесін жасап та қойған секілді. Үшінші барып қана аттестаттау кейін басталады. Онда да айтып отырмын, кеше алған білім бүгін ескеріп жатыр. Ешкімге жеңілдік жасауға болмайды. Сөзін ашыға. Мұғалімдердің өзі үшін керек ол. Үшін керек. Мен еркімде болса, мен бұрын жазғам 2 мәрте. Мен еркімде болса, мұғалімдерді 15 жыл істегеннен кейін пенсияға жіберетін едім.
болды, ары қарай ол көтеріп болып қалады да, автоматизм болып кетеді. Андай бір жаңалық анау мынау жоқ та, жаттанды несін жаңағы ары қарап мынау қалай көтеріп болып қалады ғой. Иә, оның басында тәжірибе бар, басқа бар. Бірақ тәжірибе болғанда күн сайын анау технология дамып жатыр ғой. Ол тәжірибемен енді алысқа баратын заман емес. Мына технологияның барын, мына балаларды қазіргі мұғалімнің бір міндеті білім беру болса, екінші міндет тәрбие беру болса, тағы бір үшінші міндет пайда болды. Ол мынау гаджеттен тартып алу, немесе осы гаджеттерді осы білім жүйесіне пайдалану. Ақыр тартып алмайсың ба? Анау жауды жеңе алмасаң өзің басқар дей ма? Сол секілді егер біз гаджетті жеңе алмасақ, оны біз оқу тәрбие процесіне араластыруымыз керек. Басқа амал жоқ. Сондықтан мұғалімдерге босаңсуға болмайды. Жаңағы ойбай, маған андай жеңілдік керек, мынаған мынандай жеңілдік керек деп. Мен пікірім сондай аттестацияға қатысты. Ал енді мен өзімді абсолют соң пікір деп санамаймын. Сіздердің де пікірлеріңізді тыңдап көрейік. Енді мен пікірім кішкене мына нақты бұйрыққа қарай сіз обширно кең көлемде алып отырсыз. Мына оқу ағарту министрлігі осы 83-ші бұйрықтың несі дауы туындағаннан кейін анау парламентте өткендегі үкімет қайттан сайланар кезде 1 жылдан астам, жыл жарымнан астам заңсыз ақы төлеп отырсын деп депутаттар қысқаннан кейін оқу ағарту министрі жылдамдатып бұл бұйрықты неге қосылып жатыр. Мейрам апа, қош келдіңіз. Саламатсыз, Мейрам апа. Амансыздар, қалдарыңыз қалай? Шүкіріміз. Ой, ақтер көктерім шықты ғой. Ұмытып кетіп. Ұмытып кеттіңіз. Бүгін наурыз көже жасамасын бар ма? Сөйтеді ғой. Сонан эфирға үйреніп алыңыз, мен ойымда жеткізсем, Мейрам апа, сосын сіз тыңдаймыз. Иә. Содан жаңа 83-ші бұйрықты алып келіп, ат шаптырып, мынау оқу ағарту министрі мен орта білім комитетінің төрағасы, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының ана педагогтардың аттестациясын дұрыстаңдар деген сөзін саботажға айналдырып, айда мен бүгіндікке бір 2-3 пост жаздым. Эмоциямды ұстау өз алдында төзу мүмкін емес те алардың бұйрықтарын оқыған кезде. Себебі бүйтеді, жаңағы неге көмір көке сіз жазыңызда деймін осы переходной возрастта жүрген деп. Өтпелі кезең деп жазады да, өтпелі кезең. Айманның постасына жаздым ғой. Өтпелі кезеңде зерттеушілермен жаңағы тест тапсырады шеберлер. Сосын келесі жылға жаңағы ұстаз платформасы дайын болғаннан кейін олар тесттен босатылады да, зерттеуші облыстың 3 ауданына тәжірибе таратады екен. Шебер 3 облысқа тәжірибе тарату керек. Ол да нақтыланбағанға тәрізді. Мен айтамын, мен зерттеуші сенде 3 аудан емес, 10 аудан қалып барыңдар, шыққырсын, мастер-класс өткізіп маған проблема дейсіңдер ме деп. Бұл жерде жалпы қойдым, ата заңның 14-ші бабы сақталмай тұр. Себебі жаңа платформаға дейінгі 2018-2019 жылы аттестацияда өткен педагогтардың келесі жылы өтетін педагогтардан қандай кемшілігі немесе артықшылығы бар деген сұрақ туындайды. Бұл жерде жалпы мен жазып отырмын ғой, мына біздің оқу ағарту министрлігінің заң комитеті бар, өздері бар. Солар алдымен басты құжат ата заң екенін білмейтін тәрізді. Себебі өздері жариялықты қамтамасыз етеміз, өздері бөлмейміз дейді де, ал бұйрықтарында жаңа бөліп тастаған. Онан келесі бір тағы бір минут білек қалып. Өткен жылы бәріміз бірге осы Бейсенбаевтың қабылдауында болғанда айтып едім ғой, айналайындар, сендер шығатын әрбір құжаттарыңды министрліктен анау заң департаменті ма, бөлім деп атайсыңдар ма, соған жүктеп тексертіп алыңдаршы деп. Біліп айтып едім ғой. Иә, айттыңыз. Сонда да сіз басында айттыңыз ғой, осы біз егер министрға бармас едік, егер олардың нормативті құжаттарының барлығы дұрыс болатын болса, бізге сол мәртебе немесе дәреже емес министрлермен кездесу. Солай емес пе? Енді келесі бір сорақылығы, жаңағыда Измұхамбетоваға мен жазып берген, жауап берген жоқ. Мына мектеп директорлары аттестациядан 3 жыл сайын өтеді, ал педагогтар мен мектеп директорының орынбасары 5 жыл сайын өту керек. Бұрын орынбасарлар 3 жыл еді, қазір 5 жыл қылып жіберді. Орынбасарлар тағы 2 жыл ауадан ақша алады деген сөз. Анау
19 желтоқсандағы аттестация бітетіндер 2025 сентябріне дейін жалақы алады. Мыналар не істеп отырғандар совсем ешқандай ненің теңдік туралы айту мүмкін емес ана бұйрықты оқығанда. Теңдік деген сөзді қолданудың өзі оқу ағарту министрлігіне мен білмеймін қалай оны қолданып отырғанда. Енді келесі мәселесі жаңағы орынбасарлар тез тапсыртады тез жақсы. Мынау көшбасшы деген бар. 1000 көшбасшы бұл Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың идеясы. Жалпы бір нәрсені біздер мойындаймыз, көке білесіз ғой. Ол Назарбаевтың кезінде ме, ол Тоқаевтың кезінде ме мемлекет басқарып жатқан адамдар плюс-минустары өте көп болар. Бірақ білім саласына барынша дұрыс көзқараспен дұрыс Назарбаев мектептер желісін алып келді. Ар жағында оның ішкі кухнясы тағайындады Шәмшиден байланысты. Идея жақсы, ол сөзсіз, оны бәріміз де мойындаймыз. Но ол идеяны іске асырып жатыр ма, жоқ па? Ол екінші сұрақ. Кадрлар шешеді. Осындай саботажға қазір мына Тоқаевтың айтқан мәлімдемесін қазіргі оқу ағарту министрлігі саботажға айналдырып отыр. Ол керемет идея алып келді, 1000 көшбасшы іріктеңдер, директорлар дайындаңдар деп. Жақсы, 1 жыл оқытты дайындады, көшбасшы сертификатын берді. Енді көшбасшыларға әкеліп 100% үстемақы беріп жіберді. Ал бұрын директор болып 10 жыл, 20 жыл істеп жүрген адамдар ешқандай оларда не жоқ. Олар категорияны қорғау керек санатты. Емтихан тапсырып. Мына көшбасшылар 9 ай оқыт дейік алдым, даже 1 жыл. Практикасы бар адамның. Келетте сразу 100% үстемақымен директор болады, 100%. Олар конкурстан өтпейді. Bir minut ne alayım. Olay oğaçtau мәлімдемеден аулақ болады. Мына саботаж дегеніміз ол біліп тұрып қасақана бір аяққа қол байлау болу. Дәл бұл жерде біліп тұрып істемей жатыр ма, немесе істеуге білімдер жетпей жатыр ма бізге белгісіз. Сондықтан саботаж деп мәлімдеме жасауды ауырлау, түсіндің ме? Сондықтан өзімізге жау болып жүрмесін. Тағы құдалап кетіп жүрер. Енді ол менің жеке пікірім бұл жерде. Себебі соған жаңағы сондай терминді қолдануға өздері итермелеп отыр. Негіздемесі жаңа айтып отырмын. Оқыған көшбасшы, директорларға дайындаған курста өткен көшбасшылар 100% үстемақы алады да, ал жаңа 15-20 жыл болып жүрген директорлар сол 100% үстемақыға жету үшін емтихан тапсыру керек, соны қорғау керек. Бұл жерде жаңағы теңдік принципі бұзылып тұр. Яғни 1000 көшбасшы курсының өзіне жаңағы өздері мәлімдеме жасап отыр. Мына соңғы 2-ші потокқа менде тіркелгем. Көрейікші бұлар қандай не жасап жатыр екен деп. Әлі мартта курс басталады деді. Жоқ, себебі бірінші курс 1000 көшбасшы курс басталған кезде республикадан 8000 педагогты тіркеп алған. Соның 200-дейі курстан өтеді де, жаңағы түрлі сатылардан құжаттарын тексеріп тағы бірдеңе сатыларын өтпей қатты. 200 оқиды да, оның тағы тест тапсырғанда, эссе жазудан, емтихандарынан өте алмай қалғанда 204 ба, 208 ба, сонысын республика бойынша министрдің өзі қолдарына сертификаттарын берді. Енді олар директор тағайындауды күтіп отыр. Бұл жерде жаңағы біраз директор қылып тағайындап тастады, бірақ жаңағы теңдік принципі бұрынғы директорлармен бері, қазір мысалға жаңағы мен айтқан терминді қолдануды қорқытып тастадыңыз дей тұрғанмен қараңыз, қазір директорлардың ортасында да түсініспеушіліктер бар. Себебі олар тағайындалып директор болып үйреніп қалған адамдарда ешқандай үстемақы жоқ. Ал кеше тағайындалғанда 2 ай өткен директорлар 100% үстемақы алып жүр. Олардың өздерінің араларында қалай алауыздық пайда болды десек артық айтқандық емес болар. Бұның барлығы оқу ағарту министрлігінің жаңағы дұрыс деңгейде құжаттарды сараптамауы. 57-ші бұйрықты да мен жаңа жазып қойдым. Не үшін? Педагог конкурстан өтеді, директор конкурсыз тағайындалады, курстан өтеді. Онда педагогтарға да бір курс ұйымдастырсын, конкурсыз өту үшін, 57-ші бұйрықты секіріп кету үшін. Міне осындай нелері бар. Мынау енді аттестациялардың сорақылықтары жаңағы 2019-дағы тапсырған әріптестеріміз 2 этапқа бөліп тастауы, 2 бөлімге. 2018-дегі әріптестеріміз жаңа айтылды, бір жылдан астам уақыт аттестациядан өткен жоқ. Егер бұл бұйрықты білмеймін, мен вообще қалай түсіне алмайды екем. Неге оны аттестацияны тоқтатып қойды, егер онда ешқандай өзгеріс болмайтын болса?
жаңағы желіде ашық үкімет порталын ашты. Барлығымыз, мен өзім пікір жаздым ашық үкімет порталына. Сонда кері байланыс орнатып ұсыныстың ескереміз деп. Енді кеше 83-ші бұйрықтың жобасында ана елдің ұсынысының бәрін қарап шықтым, бірнеше бет екен. Сол ұсыныстардың ескерілгенін көріп тұрған жоқпын. Bir minut bu жерде кім ескерте кетейік. Мынау аттестациялаудың тоқтатылуы мыңдаған мұғалімдердің құқығын бұзды. Және сол мерзім өтіп кеткендерге төленіп жатқан миллиондаған ақша кетті. Бұны жалпы анау қаржы мониторинг агенттігіне үлкен материал егер тексерем десе, соны біз баса көрсетіп кетуіміз керек. Қаншама мұғалім өзінің біліктілігін үміттеніп жүрген осы тестті неден аттестаттаудан өтіп жалақымды көтеремін деп жүрген қаншама үміт шегеріліп тұр, дұрыс па? Ал қаншама нені бұрынғы санатын бекітуге тиісті мұғалімдер артық ақша алып жатыр. Осында қайталап отыру керек. Дұрыс көке, өте дұрыс ұсыныс. Сол агенттік егер тексеріс жүргізетін болса, ол әлі жаңа айтып кеттім ғой. Ол қаржылық не әлі аяқталған жоқ. Заводчтар 2020 жылға алған заводчтар 5 жылға өтіп кетті деп, тағы олар аттестациядан өтпей 3 жылының 5 жылға заводчы жіберді ғой. Тағы 2 жыл олар еңбекақы алады. 2019-дың желтоқсанында үстемақыға іліккендер 2025-дің декабріне дейін үстемақы алады. Олар қалайда сентябрьден қалмай, немесе октябрьден қалмай, декабрьге дейін оларда тест тапсырып өту керек. Себебі олардың куәліктерінің уақыты бітеді ғой 5 жыл уақытта, 24-те. Олар 25-дің сентябріне дейін ұзарып кетіп отыр. Бұл жерде тағы артық қаражат кетіп жатыр деген сөз. Қайткен күндерде ал бір адамдар кешір, ана Герттен 10 миллиард теңгені аяп жатыр. Сол айтамын. Миллиардтаған теңгені, миллиардтаған жиналады, 2 жылда бар, миллиардтаған теңге кетеді. Шығады, молынан шығады. Енді жаңағы енгізілген тестларының кеше жаңа айттым ғой, оқу ағарту министрлігінен Жомарт Петрович орта білім комитетінің маманы, сол кісімен телефон арқылы хабарласқам, жұмашып алмағаннан кейін. Ол кісі айтады, енді бәріне мен жаңа парламенттен шығып келе жатырмын. Енді жаңағы біздің айтқан теңдік принципіміз Алла қосса көке орындалуы мүмкін, барлығы да тест тапсырады деп. Жаңа ұстаз платформасына дейінгілер де, кейінгілер де деп. Ол енді негізінде былай алып қараған кезде, шын мәнінде тест тапсыратын болса, мен жазып қойып едім, осы неге жеке көзқарасымды тықпалағаным емес, бірақ жаңағы науқанға мен 2019-дағы категория қорғағанмын көктемінде. Енді мен соған дәл келіп тұрмын да. Жақсы, өтерміз, тесттан өтпеспіз, қорғамаспыз, әңгіме онда емес. Әңгіме біз тоқалдан тудық па деген сұрақ. Неге 2019-дың көктемінде категория алғанда тест тапсырамыз, 2019-дың жаңағы желтоқсанында алғандар 2020-дан алғанда тест тапсырмайды. Бұл әрине теңсіздік. Бұл енді үлкен қалай айтуға, сорақылық деп айтуға болатын болар. Қайткен күнде де мына ашық үкімет порталы арқылы жинаған сұрақтардан көрі бір ұсынысты сонда жазып едім. Мен бұл негізі әлеуметтік желіде жүрген жақсы еді деп. Бірақ соңынан ойлансам, арам ойымен ойлап қарасам, ашық үкімет порталына қойылған ұсыныстарымыз, сұрақтарымыз ол біздің электронды цифрлық қолтаңбамыз арқылы жүреді. Яғни Фейсбукта мен Нұршыққа қабыл фотомды қойып қою аз да, ол нақты менің өзім бе, әлде басқа кісі менің атымнан қолданып отыр ма, оны тексеру өте қиын. Ал электронды цифрлық қолтаңба арқылы жібергеннен кейін ол тура менің өзім таза балеқор Нұршық екен. Сондықтан ол қудалау немесе мұғалімдердің пікірлерін қайда істейтінін анықтау деген сияқты қиындық туғызбайды. Мүмкін мен арам ойымен ойлап отырып, осы тұрғыдан да олар әдейі ашық үкімет порталын пайдаланған болар деп. Себебі егер ұсыныстарды ескеретін болса, әлеуметтік желі. Жалпы біздің еліміздегі шындықтың барлығы әлеуметтік желіде ғой. Үкімет порталы чаттарда тарады ғой. Жоғарыдан бұйрық түсіп алды, тек қана ұнамды пікір жазылсын, ұнамды қостау, мақұлдау жазылсын деп, оны қаншалықты шындыққа сәйкес келетінін білмейміз. Сондай бастап чаттардың небір скриндерді оқыдық қой. Иә, сондай жағдайлар. Енді бірталай сөйледік. Мирапа, қош келдіңіз. Сіздің пікіріңіз де құнды. Кеш жарық,
саламатсыздар ма? Құрметті әріптестер, саламатсыз ба Өмір ағай? Саламатсыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын алдыменен. Рахмет. Бірге болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Әйтеуір бір үйдегі бір адам болғаннан кейін бәрі қат-қабат болып тұрады да. Сәл кешігіп кірдім, айыпқа бұйырмаңыздар. Оқас жоқ. Бұл жерде енді аттестация туралы көбірек жазған мен де шығармын. Көбірек өзімнің әріптестеріме, өзімнің басшыларыма сөзде келтірдім. Ана кісінің аузын жап деген секілді, жазбасын деген секілді пікірлер де естідім. Бірақ енді рахмет, барлық республика бойынша әріптестер қолдауда. Сонымен қатар өздерінің пікірлерін айтуда. Енді пікірдің көбін Өмір ағай өткенде өзіңіз жақсы сараптадыңыз. Негізінен көбіне көп стажға байланысты жеңілдік жасау жағынан өте көп пікір айтылды. Яғни жеңілдік жасау жағынан ұстаздар, мұғалімдер пікір айтқан болса, оның да сөздерінің жаны бар. Мұғалім әр күнде 200-300 оқушымен жұмыс жасайды. Ең аз дегенде енді ауылдық жерде мүмкін аз шығар енді бала саны кейбір аймақтарда. Бірақ негізінен қалалық жерде өте көп оқушымен жұмыс жасайды күніге. Одан кейін сабақтарын әзірлейді. Одан кейін оларды түрлі байқауларға қатыстырады. Ата-анамен жұмыс жасайды. Қазір ата-анамен жұмыстың өзін жақсы жолға қойып қойды ғой енді. Ата-ананың тәрбиесінде кемшілік бар болса, оны да мұғалімдер қадағалайтын болды ғой. Оның өзі үлкен жұмыс болып отыр. 2 айда бір жаңағы барлық сынып жетекшілер ата-аналарды жинап, мектепте ата-аналарға тренингтер өткізіп, баламен жұмыс жасауды үйретіп, жаңағы бағыт-бағдары беріп отырмыз. Бұл жұмыстың бәрі оңай емес. Енді әлемде салыстырып қарасақ, тек Қазақстанның мұғалімдері ғана бір аттестация үшін 2 түрлі сынақтан өтеді екен әлемде. Мен енді шамамның жеткенінше саралауға тырыстым. Тек Қазақстанның мұғалімдері ғана тест тапсырады және портфолионың сынағынан өтеді. Ой, Аллам. Өзге мемлекеттердің бірінде мұндай сынақ жоқ екен. Енді кейбіреулерінде осыған ұқсас бар, бірақ олар бір бағытта. Тест тапсыру керек па? Тест сынақтары айтылым, оқылым, жазылым дағдысы, одан кейін сол 4 дағдыға байланысты келетін шығар, белгілі бір мөлшерде бір сөздерді аудару немесе жаңағы талаптарды орындау болып келетін шығар. Ал енді біздің мұғалімдер өздері бірінші тест тапсырады. Оның сұрақтары қандай болып келетіні әлі де қобалжуда. Өйткені алдыңғы уақытта өткен мұғалімдер жаңағы тесттің 1 балл жетпей қалып, 2 балл жетпей қалып, әдістемеден жетпей қалып, педагогика, психологиядан жетпей қалып, сөйтіп қиналған болады. Мен бұл жерде педагогика, психология деп айтып отырған басшылар, заучтарда, оқу ісінің меңгерушілерде тест тапсырады ғой. Сондай жағдайда қиналған жалпы қауымды, мұғалімдер қауымын айтып отырмын. Басшысы болсын, қосшысы болсын, жай қатардағы мұғалім болсын. Сондай сынақтардан өтетіндігі. Ал енді жаңа аттестацияны біз 1,5 жыл күттік, сондай үмітпен күттік. Бірақ көң қазсан қалпына барады, немесе құмға құйған су секілді, қаз қалпында, со қалпында ешбір өзгеріссіз қайтып келді. Тек қана жаңағы үміт платформада әзірге болады, жақсы болады дейді. Егер балл жүйесінде бағалау менің тәжірибеме сүйенсем, енді 40 жылдық тәжірибем бар ғой, балл жүйесінде бағалау болса, өзім мектепте жұмыс жасап жүріп талай конкурстарға қатыстық. Сонда конкурстарға қатысқан кезде, мына балл жүйесінде бағалаған кезде мұғалімнің жетістігі өте жоғары деңгейге көтерілмейді. Мысалы, қайбір жылдары мен мектеп болып, мектебіміз түгел конкурсқа қатысты, үздік мектеп аты үшін. Сонда 1000-ға тарта баланың 7000-ға тарта мақтау қағаздарының балы көп болған жоқ. Бір 12 балға жетпеді ғой. Жаңағы өткен аудандық кезеңді алып тастайды. Кейбір конкурстар бағалан балға есептелінбей қалады. Мысалы, олимпиададан орын алса,
үшінші орындары, төменгі орындары есептелінбей қалады. Тек жүлделі бірінші орын, республикаға шыққан бірінші орын ғана есептелінеді. Балдың өзі есептелінбей қалатыны ол ақиқат. Сонда біздің мұғалімдер өздерінің категориясын қалай көтереді? Бұл бір мәселе осы. Сарапшы болсын, модератор болсын, жаңағы зерттеуші болсын, қай категория болса да мұғалімдерге біраз қиындық келтіреді. Ілуде біреу көп, оннан 100-ден біреу ма, екеу ма, 100-ден бір 20-сы өте ма, сондай болып өтуі мүмкін. Бұл мұғалімдерді күйзеліске түсіреді. Одан кейін біздің заңда, еңбек заңында, немесе осы аттестацияның тағы бір несінде жүр, егер категориядан бірнеше қайтара өтпей, жаңағы өзінің деңгейінде ала алмаған мұғалімге мектеп әкімшілігі жұмыс бермеуге де құқы бар деген талап бар. Егер ол талапта осы бөлініп алып, мұғалімдер талдап жүрді, мен қазір ұмытып қалдым, енді неше рет қайталадым. Мына аттестацияның, енді тіл маманымын, филологпын, қазақ тілі маманымын, бірақ әрбір сөйлемін шұқып отырып, қолыма түскен сәттен бастап, өзім үшін де өзге үшін де оқығанда, мен көп сөйлемдердің мына мағыналық байланысының жоқтығынан, сөйлемдердің дұрыс байланыспағандықтан, жалғауларының дұрыс жалғанбағандықтан, мағынасына қарай жалғанбағандықтан, сөйлемдердің мағынасы жоқ, есте сақталмайды. Мына біздің 2016 жылдан бері қарай қолданып келе жатқан оқу мақсаттарымыз секілді. 2016 жылдан бері қарай оқу мақсаттарымыз... Кешіріңіз, осы жерде оны Google аудармашы аудармаған өзі? Енді білмеймін, о жағын анықтай алған жоқпын. Рұқсат болса, Мейрапа, бір сұрақ қоюға бола ма? Иә. Енді жаңа сіз керемет талдап отырсыз, мен тіл маманы емеспін. Дей тұрған мен сіз айтып отқан кемшіліктердің көпшілігін мен де байқадым. Енді заңды сұрақ туындайды. Бұны жаңылыспасақ, осы желідегі ақпаратқа сенсек, 80 сарапшы дайындаған бұйрық, 83-ші бұйрық, солай ма? 83 кісінің жазған бұйрығына ұқсай ма, әлде жаңағы өмірі айтқан бір кісі отырып Google аудармашымен жазған бұйрыққа ұқсай ма? Енді қанша адам қатысып сараптаса да, барлығы олар негізгі қызметте жүрген адамдар. Әрқайсысы әртүрлі мезгілде келіп, алдында жатқан қағазды қарап шыққан шығар. Меніңше, менің байқағаным, мына неде порталда тұрған негізгі нұсқадан гөрі оқыған, толықтырған адамдардың сөйлемі әлдеқайда түсінікті болды. Порталда тұрғанда оқып тұрмын ғой, енді мен электрондық мен кіріп оқыдым. Сонда менің байқағаным ұсыныстар әлдеқайда түсінікті. Мына негізгі жүйелі 83-ші бұйрығымыздан. Әлдеқайда түзетулер енгізген, ұсыныстар әлдеқайда енгізілді. Ал енді мына дәл осы 83-ші бұйрықта өтпелі кезеңнің қай уақыттан қай уақытқа екендігі анықталмаған. Бұл енді бекітілді ғой. Қанша жылға бекітілді? 5 жыл жарамды ма? 10 жыл жарамды ма бұл ереже? Қанша уақытқа шейін күллі мұғалімдер бұны пайдаланады? Сонда бұл өтпелі кезең болып қала ма? Бұның мерзімі жоқ. Өтпелі кезең қай уақытқа шейін екендігі. Одан кейін әр категорияға үңілсек, мысалы модератор, мен тағы да айтамын, өткенде де айттым, көзбегі жолыққанда да айттым, модератор дегеніміз жаңа ғана мектепке келген адам, ол кісінің мектептің ішінде ашық сабақ беру, еңбек тәртібінде, еңбек заңында 1 жылға дейін ашық сабақ бермеу керек. Солай ғой Өмір аға? Жаңадан келген мұғалім мектепке модератор бола алмайды, педагог ретінде келеді. Енді модераторға өтеді ғой. Модераторға өтетін кезде ол 1 жылында ешқандай ашық сабақ бере алмайды. Оған ашық сабақ бер деуге ешкімнің құқы жоқ. Ол үйренуші, дағдыланушы. Енді келесі жылында мектептің ішінде ашық сабақ береді. Енді келесі жылында ол модератордың кез келгені ауданнан орын алмайды. Мүмкін сондай талап жоғары болсын дегенде ізгі ниет шығар. Бірақ қалың қауымның жаңағы өзінің деңгейінде модераторлықты қорғай алмай жатса,
ол ары қарай мұғалімге деген мұғалім болуға деген құлшыныстар жойылып кетпей ма? Қазір қаншама жас педагог біраз жыл мектепте жүреді, одан кейін кетіп қалады мектептен. Рұқсат болса, Апа, осы жерде бір сұрақ туындап отыр. Сіз жаңа тіл маманысыз ғой. Енді қазір қандай норма бар екенін білмеймін. Жалпы мысалға сыныпқа кіріп диктант жаздырған кезде мұғалім, филолог жылдам жазып отқан оқушыға немесе қалыс қалып үлгере алмай отқан оқушыға емес, диктовать етіп тұрған кезде ортадағы оқушыны алады, үлгеріп отырған. Сол сияқты жаңағы сіздің айтып отқан ойыңыздан туындайтын модератор біліктілік санаты орта мұғалімге арналу керек қой. Жас мұғалімдердің ішінде де дарындылар бар, оны мойындауымыз керек біз. Немесе жас мұғалімнің ішінде де жаңағы дипломды қалай болса солай алып келгендер бар, ол әртүрлі контингент келіп тұр. Бірақ соның ішінде мына қойып тұрған талаптары аса дарындыларына да емес, өте үлгере алмай жүргендерге де емес, орта деңгейдегілерге қойылу керек қой деген ой қалай қарайды? Сол не төмен емес, не жоғары да емес. Жоғарылар қабілеті бар, дарынды мұғалімдер өздері де тыным таппай еңбек етіп жатады. Олар қайтеде шығып жатады. Енді мысалы бүкіл республика бойынша модераторға өтем деп отырған қаншама мұғалімнің еңбегін бағаламау, оларға сондай биік талап қою, ауданнан жүлде алуым керек деген. Сонда біздің аудандық жүлделердің өзі оңай болып кетті. Мына категориядан екінші жыл шеберлікті қорғасаң, пәлен медаль аласың деген секілді, аудандық деңгейдің өзі енді оп-оңай болып кетті. Алу жеп-жеңіл болып кеткен секілді. Бұл бір. Екінші, жарайды, одан жоғары қарай өткен кезде бұл жерде ескерілмей қалған бір нәрсе бар. Біздің елімізде қаншама денсаулығынан айырылған мұғалімдер бар. Денсаулығы кәдімгі атаулы мүгедектігін алған. Біреуінің көзі көрмейді, біреуінің жаңағы бірінші топтағы, екінші топтағы мүгедектігі бар. Бірақ ұстаз мамандығы алғаннан кейін, кәсібі болғаннан кейін, сол кәсібі бойынша еңбек етіп жатқан адамдар бар екен. Солардың қаншамасы маған өтініш жазды, соларға осы мына кейбір мекемелердегі коляскаменен жүретін, арбамен өтетін, көпірдің жоқтығы секілді, мынандай сондай бір қауым ұстаздарымызға ешқандай жеңілдік жасалмады денсаулығына байланысты. Бар бірен-саран көзі көрмейтұғын болса, оның қасында жаңағы көмекшісі болады тестқа кіргенде. Одан кейін, ал енді мына қойылып отырған пайыздық көрсеткіш бар ғой, сол көрсеткіш мүгедектігіне байланысты мүгедек мұғалім, көзі көрмейтін мүгедек мұғалімнің енді 90-45% жинауы мүмкін емес қой. Былай айтқанда, шебер мұғалім болсын, немесе зерттеуші мұғалім болсын. Маған 2 зерттеуші мұғалім хабарласты солай деп. Жаңағы денсаулығына байланысты инвалид коляскеде отырады, өздігінен қозғалып жүре алмайды, бірақ сабақ береді. Онлайнда сабақ оқушы дайындайды екен, мектепке барып та сабақ береді екен. Жаңағы сабағының сапасы өте жақсы. Өйткені ол кісінің алған грамоталары, алған жетістіктер соны дәлелдеп тұр. Ал бірақ ол кісілерге жаңағы аттестацияда мүмкіндік, бір жеңілдік жасалмаған. Осы жағы маған аттестацияның мұғалімдердің Рұқсат болса, бір сұрақ осы жерде. Мен соңғы кезде мынандай ой келіп жүр, өткенде көкеммен де бір талай талқыладық. Енді өзіңіз білесіз, жан-жақтан педагогтар мазалайды, өздерінің проблемаларын айтады. Дей тұрған менде менің жеке пікірім, мына аттестацияда келіп отқан жаңа пайызды айтып қалдыңыз. Зерттеуші мұғалім, шеберден бастайықшы. Шебер мұғалім 90% пәннен 90% біліктілік көрсету керек, және педагогикадан 90% біліктілік көрсету керек. Бірақ үстемақы сол 90%-ға қосылатыны 90% емес, 50%. Зерттеушіге солай. Енді менде мынандай ой туындап тұр. Жаңағы егер процентті түсірсек, зерттеуші 50 ме,
50 пәнінен де педагогикасынан да. Себебі 50% тест көрсетті, 50% үстемақы алды. Жаңағы шебер зерттеуші 40, 30-35 солай кете беретін болса, бұл жаңағы педагогтарға сіз айтып отқан категориялаған бөлмей ақта өте үлкен көмек болар еді. Себебі оларға жаңағы иногда кейде министрліктер бүйдеп айтады ғой, бізге деген отчетный құжат керек болады, сондықтан олар тест тапсыру керек деген сияқты әңгімелер айтады. Тест тапсыру керек болатын болса, өте жоғары қою пайызды. Жаңағы пайыздарымен, талап етіп отқан пайыздарымен үстемақының арасында. Онда 90% үстемақы төлесін, 90% талап ететін болса. Осы ойға қалай қарайсыз? Енді біздің ұсынысымызды қабылдамайды ғой. Қандай ұсыныс айтса қабылдамайды. Бұл жерде тек қана әрқайсымыз өзіміздің пікіріміз, біздің ұсынысымызды ешкім қабылдамайды. Халықтың ұсынысын қабылдамайды секілді. Одан кейін екінші тағы сондай бір енді ойымды айтып өтсем, мынандай жағдай бар. Мұғалімдердің барлығына осы уақытқа шейін аттестациядан өткенде жасалынып жатыр, зерттеушіге 30 жыл толған зерттеушіге жеңілдік жасаймыз деді. Мен айтқан жоқпын. Бас ұстаздың өзі айтып отыр. Әлеуметтік желіден де, кездесулерден де мұғалімдер естіді оның бәрін. Ал енді ережеге келген кезде ол жеңілдік болмай шықты. Зерттеушіге тест тапсырады, 30 жыл толған. Жаңағы шеберде тест тапсырады, 30 жыл толған. Тек 4 жыл зейнетке шығуына 4 жыл қалған педагог қана босатылады. Ереже бойынша. Жарайды, солай ақ болсын, босатылсын. Ол жаңағы мен мысалы қазір зейнет жасында отырмын, тестке бармай ақ портфолио арқылы шеберлігімді растап алуыма болады. Егер мен одан ары қарай маған оқушылар жұмыс жаса деп талап етіп жатса, ата-аналар сіз бізге керексіз деп менен талап етіп, мен қайтадан ары қарай өзімнің еңбегімді жалғастырсам, онда маған жаңағы шебердің тестқа бармаймын, мен портфолио арқылы өзімді растаймын, шеберлігімді растаймын. Сонда ар жағында мынандай заңсыздық туындайды. Келесі бір категорияда егер шебер мұғалім зейнетке шығып, одан ары қарай жұмысын жалғастыратын болса, онда оған тестке бармаған үшін педагог ретінде айлық жалақы төлейді. Жаңа сіз 90% сұрадыңыз, 90% көтерілсін дедіңіз. Ал енді шебер мұғалім, өзі шебер, портфолио арқылы заң бойынша растап алды, бірақ дәл сол категорияны басқа бір жерде, осы 83-ші бұйрықтың басқа пунктінде былай дейді. Зейнет жасына толған мұғалім, шебер мұғалім, әрі қарай жұмыс жасайтұғын болса, ол тесттен жалпы есепте өту керек. Ал егер жалпы есептен өтпесе, онда оған еңбекақы педагог ретінде төленеді. Сондықтан барлық шебер мұғалім зейнет жасына жетсе де, мен зейнет жасына жеттім, мына 83-ші ереже бойынша 4 жылым қалды, жаңағы портфолио мені растауыма болады екен деп растап алып жүретұғын болса, жеме-жеме келген кезде дәл осы бұйрық бойынша ертең қаражатын шебердің деңгейінде бағанағы 50% төлемейді, ол педагог қана төлейді. Осындай қарама қайшылықтар бар. Мирапа, тағы туындап тұр, айып болмаса. Осы жерде жаңа айтып қалдыңыз, еліміздің бас ұстазының мәлімдемесі өте көп. Алдында не шықты, зерттеуші мен шеберлерді түгел босатам деп бір мәлімдеді, тағы бірдеңе. Менің мына мәлімдемесіне тоқталғым келіп отыр. Шебер ол жаңағы деді, Бітімәлиева, Қалипа Бітімәлиева деген апамыз бар ғой, сол сияқты өте сирек болу керек шебер мұғалім, сол кісідей болу керек деген сияқты ойын бір айтып қалды. Яғни бұл жерде менің түсінгенім, шебер республика бойынша санаулы болу керек. Зерттеуші облыс бойынша санаулы болу керек. Жаңағы ұққаным бас ұстазының мәлімдемесінен. Сонда егер зерттеуші мен шебер барлық жерде, мүмкін ол ойда дұрыс болар, жақсы келсейік.
Сонда қазіргі алып келіп жаңағы мақсаттары қалайда категориядан өткізбеу болар деп мен топшылап отырмын. Себебі талап өте жоғары. Аспандағы айдалып бер демеген соған жақындайды. Бірақ айналып келген кезде, түбінде өтер уақыт емші. Ертең құларымыз, әйтеріміз, бүйтеріміз. Сонда жаңағы неге өздерінің көзқарастарына министрлік өздері қарсы шықпайды ма деген. Себебі мына лицензиялау кезінде білім беру ұйымының білім жаңағы көрсеткіші, сапалық көрсеткіші ұстаздардың 40%-дан жоғары болу керек. Яғни жаңағы сарапшы, зерттеуші мастерлерді қосқанда. Егер өйстіп бар сараптамаларды, бар зерттеуші мен мастерді құлатады екен, болашақ өте алатындар өте алмайды екен, сонда ол лицензияны орындайтын 40% қайдан шығады деген заң сұрақ туындайды. Осы ойдың төңірегінде не айта аласыз? 1 минут тұратыңыздар. Мира Барқазатқызы. Так, құрметті көрермендер, бізде тікелей эфирде мен жүргізіп отқан Өмір Шыныбекұлы, Шымкент қаласы, тарих пәнінің мұғалімі, Тілек Қабылнұрышев, Батыс Қазақстан облысы география пәнінің мұғалімі, және Мира Барқазатқызы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, Алматы қаласы. Біз қазір аттестация мәселесін жобасының, ережелерінің жобасын талқылап отырмыз. Енді бір әріптестер, бір жайды аттестациядан бұрын бір мәселе анықтап алайық. Мектеп мұғалім жалақы табу үшін ба, әлде балаға білім беру үшін ба? Соны анықтап алайық. Сол кезде мұғалімге жеңілдік сұрау қаншалықты корректно деген сұрақ туындайды. Мира Барқазатқызы, мен сіз түсініп отырмын. Анау мүгедек мұғалімдердің өзіне баяғы өзінің деңгейлік курсты өткен Жером көпіршілер керек. Анау мұғалімге Жером көпіршесі керек, мынаған керек, бәріне жеңілдік керек. Сол кезде балаға аяқта қалады. Балаға ертеңгі жаңағы өмірге дайындау ғой біздің мақсатымыз, дұрыс па? Иә. Сондықтан алдымен осы тұрғыда әңгіме қылайықшы, осы тұрғыда жеңілдіктен бұрын. Жақсы, Өмір аға. Мен өзім немерем тұрғысынан ата ретінде неғып отырмын, сұрақ қойып отырмын. Райгүл деген желі қолданушысы қосуды сұрайды, сізді қарап жіберіңізші. Тұра тұр, ол кісінің анау өткендегі ғой, тұра тұрыңыз, оны неғыма, назар аударма. Тағы бір момент, жаңа кім Бітібаева дұрыс айтқан, педагог шебер, это штучный товар бар ма? Штучный болу керек. А біздегі сияқты сплошь и рядом таслақ тастаған педагог шебердің басына тиеді. Мен өткенде жаздым ғой, Шымкентте 2018 жылы, соның төңірегінде қанша шатақ болған. Бұл әлгі жылдар бойы қалыптасқан бір таланттардың ішінде талантты педагог шебер. Қазір біздегі секілді мыңдаған не емес. Ол педагог шебер тек қана үш облыс деңгейінде емес, бүкіл республиканың кез келген жерінде, кез келген ортада, педагогикалық ортада сарапшы ретінде кез келген тақырыпта осы педагогика қатысты пікірін айта алатын адам болу керек. Қай жерде де өзінің білімін қорғай алады. Қазіргі біздегі сияқты тырнақшаның ішіндегі 1 минут шебер емес. 1 минут. Өмір аға, педагог шеберлердің немесе педагог зерттеушінің жаңағы сіз айтқан секілді тек қана балаға білім бергендігі ғана сараланған болса, онда аттестация мынандай деңгейде дау болмас еді. Ол аттестацияның қойып отырған талабының өзі сондай. Егер педагог шебер мынандай пайыз жалақы алады дегеннен кейін-ақ шеберлігі үшін, ол екінші жағынан сол педагогтың, шебер педагогтың еңбегіне байланысты болып отыр. Мысалы, құрылысшылар шегені қақса, оған ақша алады, есептелмеді. Шегені суырса, оған да ақша есептелмеді. Ал педагог оқушының алдына дайындап барған дүниесін оқушының санасына жеткізіп, әр деңгейдегі оқушыға лайықтап білімді беріп, егер оны оқушысы ұқпай қалса, оныменен қайта жұмыс жасап, осы процестер жүріп жатады. Тіпті жай ғана сұрақ қойғанның өзінде бірнеше ерекшелік болады мұғалімнің. Мейлі шебер болсын, мейлі жай мұғалім болсын. Соның өзі үлкен күш, үлкен жігер. Мысалы, сабаққа мүлдем көңілсіз келген оқушының өзін көңілін аулап, соның ішіне оған қажетті дүниені меңгертіп жібереді. Сол кезде мұғалім өзінің алдында 30 оқушымен қарым-қатынас жасайды. Яғни 30 шегені қағат немесе сурат, қанша рет қағат, қанша рет сурат, оны есептеген ешкім жоқ.
Оның бәрі еңбек, көзге көрінбейтін еңбек. Ал енді Қанипа Бітібаевамен салыстырған өте жақсы. Қанипа Бітібаеваның деңгейінде мыңдаған педагог бар. Бірақ осы уақытқа шейін қазақ педагогтарының әрбір сабақ жоспарының өзі бір ғылыми еңбек. Оның ішінде бірнеше дүниелер сарапталады. Ең бірінші, оқушыға берілетін білімнің көлемі сарапталады. Өз алдына ғылыми еңбек. Одан кейін оқушының қабілеті сарапталады. Оның ішіне оқушыға берілетін тәрбие сарапталынады. Оның барлығы соның ішіне кіріп, мұғалім соның бәріменен қарым-қатынас жасайды. Соның бәрін екшейді, соның бәрін өлшейді. Оның жинап алған 30 оқушыдан жинап алған, дәлелдеу үшін алған БЖБ, ТЖСБ-сының барлығын сол уақытта, сол сәтте оқушыға кері байланыс беріп оқушының деңгейін анықтайды. Егер содан кемшілік табатұғын болса, оныменен келесі жолы басқаша жұмысын жүргізеді. Енді соншалықты бір 45 минутта мұғалім арадан да көп қимыл жасайды. Ара балалады ғой. Тұра тұрыңыз, Мира апай, кешіріңіз, мен сіз 1 минут сөзіңіз бөлейін. Сіздің айтып отқаныңыз жалпы идеалдағы дүние үйтіп, тура сіз айтқан нәрселер бір жаңағы шеберлері істеп жатыр. Бірақ олар аз болу керек тұрады. Бізде дәл біздің жағдайда тұра тұрмыз. Жоқ, тыңдап алыңыз. Мен сіздің сөзіңізді бөлмей тыңдап отырдым ғой. Тыңдап отырдым. Сіз айтқан жағдай болу үшін ең алдымен анеугүні мен өз талаптарымды жаздым ғой, ұсыныстарымды. Бірінші, педагогикалық мамандықтарға тек қана білімімен қарап қабылдамау керек, икемімен бейімін анықтау керек. Оны анықтау қазір қиын емес. Екінші, бағалау жүйесі. Аттестаттау комиссиясы, ол жерде кімдер отыр? Ол комиссияны кім құрды? Ол біздегі дәл мына қалыптасқан жүйеде сіз айтқан, біз қанша ұсыныс беріңіздер, баяғы қандай партия құрсаңдар бәрі КПСС болады деген секілді, сондай болады. Сол үшін бізде тәуелсіз бағалау ұйымшылар керек. Ол жоқ емес, бізде соған ұмтылып, соның жобасын жасап қойғандар бар. Ана Нұрмұхамед Досыбаевты тыңдаңыздар, біраз дүние бар. Сосын бар біз айтып отқан нәрсенің бәрі. Еңбек. Бірақ енді бос шабыс бар, ана көкпарда біреу, қазақта біреу айтады, біреу қыз алып қашады дейді, біреу далақтап әшейін қашады дейді бар ма? Ал кейін сіз мектептің тек қана оқу жағын ғана айттыңыз. Мектеп, білесіз, оқу тәрбие беретін орын екен. Білесіздер, екеуі қосарлан айтылады. Мұғалім әр жүріс-тұрысының өзі үлгі. Оның бәрін егер ақшамен өлшей берсек, мұғалімнің еңбегі өлшеусіз. Ал бірақ біз нәтижеге де қарап отырмыз. Тура сіз айтқанды қарасақ, мыңдаған мықты мұғалімдер бар, бірақ елдің дамуы неге артта қалып кеткен? Неге жемқорлар көп? Бізде қараңыз, мықты сабағын керемет өтетін мұғалімдер бар. Мен осы талайдан бері жазып жүрмін. Бізден шетелден, батыстан сабақ берудің неше атасын әпкелді, үйретті. Бірақ тәрбие, қалай тәрбиелеуді ешкім үйреткен жоқ. Сондықтан да мықты деген академиктеріміздің өзі парамен ұсталып жатады, дұрыс па? Міне осы, сондықтан нәтижені де есептеп қою керек. Мына елдің жағдайында ойлап, егер бізде білім саласы мықты болса, әдетте мен кеңес туралы нашар сөз айтсам, ойбай, кеңес одағы ең күшті мемлекет еді деп мақтай жөнеледі. Білім саласы әлемде ойбай ағылшында үйреніп жатыр екен деп. Естеріңізде болсын, білім саласы күшті мемлекет ыдырамайды. Кеңес одағына ыдырап кетті. Білім саласы күшті болса, содан-ақ сөйтіп, мен солай ойлаймын. Кешіріңіздер, сөйлей беріңіздер. Әрине аға, оның бәрі рас. Қазіргі кезде неге жемқорлық көп, немесе ұры-қарылар көп деп, оның бәріне мұғалімді жазғыратуын болсақ, білім қонбағандықтан, немесе тәрбие қонбағандықтан, емес кезіндегі кеңес үкіметінің ден қалған қиындықтар шығар, адам тәрбиелеудегі. Немесе қайта құру кезіндегі тәуелсіздік қалғаннан кейінгі кезеңдегі қиыншылықтар шығар, адам тәрбиелеудегі қоғамдық формацияның ауысуына байланысты адамдардың санасындағы өзгерістер әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан да енді біз
барлық мұғалімнің алдындағы оқушы неге адал емес десек, соған қарай ақша төленсін десек, онда оның өзі де абсурд болатын шығар деп ойлаймын. Дегенмен де, егер мемлекет өзінің алдына қойған мақсатында, өзінің заңында, сол заңды орындауға құқық қорғау орындары, немесе жаңағы кез келген қазақ азаматы өзінің заңын өзі сыйлап отырса, өзінің нанын адал жеуге бейіл болып отырса, онда бірде-бір азамат жаман болып шықпас еді. Енді бүкіл азаматтың бәрін біз жаңағы осы жемқор болады деп тәрбиелемейміз ғой. Біз алдымыздағы оқушыны мүмкіндігінше азамат болуға тәрбиелейміз. Менің өзім, мысалы, бітіріп кеткен оқушыларымның өмірдегі алған орнын, еңбегін адал тауып, жаңағы түрлі бұзықтыққа ұрынып кетпей, отбасын бұзбай, жақсы өмір сүріп жатса, ата-анасына қамқор болып жатса, соның өзі үлкен азаматтық. Қаншама алдымыздан түлектер бітірді. Қазіргі өзіміздің алдымыздағы түлектердің өзі 40-50 жасқа келіп алды. Немере өсіріп отыр, жаңағы деген секілді. Солардың барлығын тұрмыстарына қарап, қарапайым тұрмыстарына қарап, адал азаматтар екенін көріп өзім көңілім өседі. Ал енді мемлекетті құрып отырған, мемлекет басқарушыларының өздерінің ішінен жемқорлар шығып жатса, оған соныменен сол мемлекеттік, ол да біздің алдымыздан шыққан оқушы. Бөтен адам жоқ қой, Қытайдан келген жоқ, Америкадан келген жоқ. Болашаққа барғандардың бәрі біздің мемлекеттің түлектері. Кінәлап, ана жерден жемқор шықты, сен енді айлығыңды төмен ал десек, жоқ. Мейрам Барқызатқызы, тұра тұрыңыз, сөзі бұрмаламайық. Мен айлық төмендесін деп отқан жоқпын. Ешкімге жеңілдік сұрау болмайды деп отырмын. Мына біздің балдарды ойласақ, мектеп бала үшін мұғалім табыс табатын жер емес. Мектепте егер мұғалім көп табыс тапқысы келсе, бизнеске барсын. Дұрыс па? Бизнес істесін. Ал мектеп негізінен оқушы үшін біз бар болғаны, білесіз ғой, педагог деген сөздің мағынасын өзі бала күтуші, қол баяғы ежелгі гректерден қалған бала күтуші. Сондықтан басқа 21-ші ғасырда жаңағы бүгінгі білім ертең ескеріп жатқан кезде, ойбай ана педагог зерттеушіге жеңілдік болсын, шеберге жеңілдік болсын деп, сонда мен немерем өңше жеңілдік үлготниктер оқытама мен немеремді? Өмір аға, ол бұл жерде жеңілдік болсын деп жатқаны мұғалімдердің өзіне жағдай жасап жатқан емес. Ол жаңағы аттестация талаптарының дұрыс құрылмағандығынан деп ойлаймын. Оны мұғалімдер осындай жеңілдік болсын деп сипаттап айтып тұрған шығар. Бірақ аттестация талаптарының өзіне бір ережеге қайшы болғаннан кейін. Соны атап айтсын. Соны нақты жөндеп ұсынсын деген сөз. Мысалы, енді жеңілдік жасаймын деген сөзді біздің өзіміздің басқарушылар айтып отыр. Мұғалімдер бізге жеңілдік жасаңдар. Оқысы ең болса мен талай нәрсе айтып қойды ғой, оны назар аудармай қойыңыз. Сондықтан мен мұғалімдерге айтамын, сіздер естігендеріңізге сенбеңіздер, алдыңыздағы ережеге сеніңіздер деп. Мына 83-ші бұйрық қалай талап етіп отыр десем, олар айтады, апай, мына жерінде бұлай деп айтыпты. Міне 83-ші бұйрық, мына жерінде зерттеуші мынандай деп айтыпты. Енді мына жерде бұлай деп айтып тұр. Сонда біз не істейміз? Рұқсат болса, әріптестер, рұқсат болса, нақтылау сұрақтары меніңше. Рұқсат болса, құрметті Өмір көке, Мирапай, сіздер тәжірибелеріңіз менен әлде қайда көп айтыңыздаршы. Не себепті мына 20-шы жылдың 2024 жылға келгенде біздер министрліктің 183-ші бұйрығын талқылап отырмыз. Осыған дейін аттестация қаншама рет жүрді, тіпті тәуелсіздіктің 30 жылдығын ала қояйық. Ешқандай бұйрыққа осы аттестация туралы жаңағы азын шоғын кереғар пікірлер болған болар, бірақ қоғамды бүйтіп қатаң талқылауға итермелемеді. Бұнда тек қана бұйрықтың қателігі ме сұрақ, әлде қоғам дамып кетіп, әлеуметтік желіге шығып қана осындай бәле көрініп отыр ма, оқу ағарту министрлігі? Осы сұраққа қалай ойлайсыздар, жауап бересіздер?
әлеуметтік желінің шыққаны да көп мұғалімдердің ашық сөйлеуіне себеп болып тұр. Ал енді көп осы бұйрықтың көп талдануына осы бұйрықтағы қайшылықтар себеп болып тұр деп есептеймін. Әртүрлі қайшылықтар жаңағы мүмкіндігінше Асхат Аймағамбетовтің тұсында мұғалімдер өте күшті қолдау алды ғой. Сол кезде көптеген мұғалімдер жақсылықтың мұғалімнің қандай екендігін өте жақсы сезінді. Енді қазір соған арқаланып, мына бұйрықта қайтадан жаңағы қағазбастылыққа ұрынып жатқандарын көріп отыр кез келген мұғалім. Қайтадан жаңағы талаптың әртүрлі болып тұрғандығын, тіпті біз портфолияны платформаға жүктеген күннің өзінде де ол платформаға бал қоятын жаңағы өзіміздің сайланған белгілі бір адамдар. Мысалы, сол 13 комиссия мүшесі болсын дейік, сол 13 комиссия мүшесінің осы зарлап қалған Нүсіпбекованың балын төмен қоя салайыншы десе, қоя салады. Солай ғой. Онда бұл дегеніңіз министрліктің деградацияға ұшырауының көрінісі болып табылады ғой. Кім біледі енді, Әділқазы болғаннан кейін Әділқазының да барлығы әділ болатұғынша, негізінен оларға да мемлекеттік жағынан талаптар қойылады ғой. Бірақ жаңағы тіпті соттың өзі заңды бұзып парақор болып жатқан кезде ондай бұрмаланушылық болмай қоймайды деп ойлаймын. Егер платформа шынымен ақ маңызды өте жақсы жасалған болса, сол жерде автоматты түрде бағаланып тұрған болса құба-құп болар еді. Бал қойылып. Бірақ біз енді ондай деңгейге жеткен жоқпыз ғой. Сондықтан әлі де болса белгілі бір комиссияның алдында төменшікпіз. Әлі болса да біздің 5 сабағымызды талдап беретін әкімшіліктің алдында төменшікпіз. Біздің әкімшіліктер мұғалімдерді бағындыруға жұмыс жасайды, менеджер болып басқаруға емес, көшбасшы болуға емес. Көп жағдайда 20% дарынды көшбасшылар шығар, Нұрмұхамбет секілді, Аятжан секілді, жаңағы Байтажикова апай секілді, мысалы республикадағы Сафура Сейдуалиева секілді көптеген майталма көшбасшыларымыз бар ғой, Құдайға шүкір. Сол кісілер секілді. Ал енді көп басшылар ондай емес. Жаңағы әлі де болса өздерін дамытпай отырған басқарушылар, мектеп директоры болып отырған жағдай бар. Әлі де болса жаңағы мұғалімдерге әдіскер болып мансапта отыр, бірақ мұғалімдерге тиісті өзінің деңгейінде әдіскер ретінде методикалық көмек бере алмай, қызметтің күшін пайдаланып, жасап ал өзің, сен шеберсің бе, өзің жасап ал, сен сарапшыға өтесің бе, өзің үшін өтесің, өзің жасап ал деп бағдар бермесе, мұғалімдерде деградацияға ұшырайды. Біз бар мұғалімнен айырылып қалатын қаупіміз бар. Дәл осы ереже бойынша. Дәл осы бұйрық бойынша. Рахмет, Мерапай, Өмір көке сізге бір сұрақ қойғыла ма? Айтыңызшы, жаңа сіз керемет бір ой айтып қалдыңыз, шеберлер елімізде санаулы болу керек деген сияқты. Сол шеберлердің көпшілігі барлығымыз білетін үздік педагог республикалық облыстық кезеңінің жеңімпаздары. Бірақ мен желіден сіз сияқты немесе Мерапай сияқты бірде-бір желі қолданушысын, бірде-бір үздік педагогты, шеберді көре алмай отырмын. Білім саласына жаны ашитын, білім саласының алға қарай дамуына өздерінің сұрақтарын қойып, ұсыныстарын айтып, міне егер сондай көшбасшы бола алмаса шеберлер, үздік педагогтар, онда олардың санаулы болғаннан еліміздің білім саласына қандай пайда деген сұрақ туындап отыр. Осы сұрақ менде көкейімде тұр еді, жаңа кім Мира Барқазовты біраз адам атады ғой. Тура осы сұрақ. Жалпы ұлтқа анау Әлиханның сөзі бар ғой, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деп қойма. Мен бана бір сөзімді айтып кеттім. Батыстан сабақ өтудің неше түрін үйретті. Деңгейлік курста жүргенде көрдік, одан кейін курстарға өтіп жатырмыз. Иә, бірақ адам секілді мұғалім өзін қалай ұстау керек екенін басқа анау-мынау кеткен жоқ. Өкінішке орай. Иә, мұғалімдер керемет сабақ өтетін мұғалімдер бар, бірақ оның артынан, оның ар жағын білмейміз. Мысалы, жаңа кім сіз келмей тұрып, кім екеуміз әңгіме қылдық, Тілекқабыл екеуміз. Тілекқабыл, мысалы, мына бөлмеде, мына кабинетте патриотизм туралы, әділдік туралы, адалдық туралы терлеп, тепшіп,
түсіндіріп жіберді. Келесі бөлмеге барғанда келесі апай мына мектепте тесік перде жоқ, есік перде жоқ, бірдеме жоқ, соған ақша жинап жіберейік деп жаңағы кімнің тілек қабылын берген тәрбиесін бәрін мүкәммәрасын шығарып жіберді. Ол бар. Түсінесіз ба? Иә. Ол бар. Иә. Шындыққа тура керек қой, иә. Иә. Ол біздің ескіден қалып келе жатқан әлі тазаруы қиындау дүниелер ғой. Оны кейін тағы айта кетейін. Бағана тура сіз ұқсап, Мира Барқызатқызы, тура жаңағы сіз мұғалімдер, білімді мұғалімдер өте көп дейсіз да, бірақ солардың ешқайсысы сіз ұқсап жүйелеп, мына сөздер түсініксіз, мынау жер мынандай болу керек деп айтқан көрген жоқпын әлі. Бір оқыған жоқпын. Көбісі отырып алып, анау естеріңізде болса 80 жылы Мәскеуде Олимпиада өткен. Ол кезде ана капиталистік мен социалистік елдер анау қырғабақ соғыс кезі ғой. Анау батыс елдер қатыспаймыз деді. Сол кезде анау совет үкіметі мультфильм түсірген. Ана аюды түсіріп, Баба Яга против деген бар ма? Соғысып аналар тура баяғы ана Пастернак келтіретін мысалдар ғой. Пастернакты оқыған жоқпын, бірақ қарсымын дейтін жаңағы Нобель сыйлығына ұсынылған кезде. Отырып алып, ол тупо жеңілдік берсін болды. Басқа министр сөйтіп айтқан. Айналайындар, әріптестер, бұл тура осы министр эмоциямен талай нәрсе айтты. Оның бәрін тізе беруге уақыт жоқ, сөзіміз қорғымақ. Сондықтан Мира апай секілді нақты ұсыныс білдірсеңіздер, сонда сауаттарыңызды білеміз. Тікелей эфирге шақырамыз, ой бар ма, мынада кішкентай от бар екен деп. Ал мойындау керек, жаңа сіз өзіңізде жақсы айтып кеттіңіз. Аймағамбеттің кезінен мынау мұғалімдік мамандықтарға үздік оқушылар бара бастады. Міне, бірақ олар әлі жас. Әлі 2 жылда олар кемеліне келеді. Егер мынау өмір жүнжітіп бермесе, мектепте қалғандары, сол кезде олар талап ете бастайды. Қазіргілер баяғы әйтеуір қалғып мүлгіп, көбісі сөйтіп тұр ғой, әйтеуір сен тимесең мен тиме. Ана қасындағы әріптесін заңсыз талап атса, екі қолын, мұрнын, көзін басып безіп кететін. Сен тимесең мен тиме деп. Жалпы мұғалім азамат болу керек, ең алдымен меніңше. Азамат болу керек. Сонда ғана жаңағы айтқан мектептегі оқу, тәрбие процесі толық болады. Ал жаңағы анау сабақ керемет әдісінің түр түрін қолданып өтіп тастап, қалған кезде мылқау болса, көз соқыр болса айналса әділет, онда одан тәрбие жоқ онда. Яғни ол өзінің миссиясын орындаған жоқ деп айта береміз. Дәл қазіргі біздің білім саласына қалыптасқан жағдай сондай болып отыр. Бүгін ғана осы бір мектептен не шықты? Осы қалыптастырушы бағалауға байланысты, 90-ға байланысты бір мектептің мұғалімі бір балдарға 5 қоймағанда, сол атана, 2 атана анаған интригалар ұйымдастырып ана мұғалімге. Ана мұғалімде принцип бар мұғалім екен. Өшім үстінен сенен де бірдеме табамыз деп қоған лоқы жасап сөйтіп, сол маған хабарласты маған. Мен оған тілек қабылға сөйлес, сол тікелей эфирге шығарсын дедім де, қой деп кейін хабарласқан екен, өзім басып айттым. Жалпы бізге мынау дәл қазірге ТЖБ, БЖБ жаңа 2012-13-тен бастап келе бастады ғой. Сол кезде біз әлі қоғамда мектеп мұғалімдерде дайын емес әлі күнге оған. Қоғамда дайын емес мына бағалау жүйесіне, содан жекелеген принципшіл мұғалімдер зардап шегіп жатыр. Оған келісетін шығарсыздар. Дұрыс келісеміз. Оны жаңа ғана тілек қабыл екеуміз айттық. Сіздер не то анау менің оқу мақсаттарын жаңа ата-аналарға түсіндіре алмадым дейді, анау жаңа мұғалім. Айналайыншы оқу мақсаттарын ата-аналар емес, тура осы БЖБ ТЖБ көрсетілген оқу мақсаттарын мұғалімдердің 70-80% түсінбейді. Ана 9-1-1, 9-2-2 дегендер мойындау керек. Иә. Ана мұғалім сөйтіп бастым, айналайын сен бала шағаң бар ғой дедім, мен еркек адамым, қанша таласа да шыдап жатырмын. Сен бала шағаң бар, күйеуіңді күтуің керек. Айналайын қойып бере салшы сұрағанын дедім. Айналайын. Үстіңнен жазады, не бір бәлені басқан ізіңді аңдып, бір күні бармаған түнгі клубыңнан бірақ шығарып жіберді. Біздердің
Қазақстан педагогтарының ең қорқынышты несі, фобиясы түнгі клуб болды ғой енді. Енді қазіргі кезде мұғалімдердің бағалауға да жүйелі бір жаңа бір бағыт керек екені рас. Мына 90-дық жиынтық бағалау бойынша біздің жүргізіп жатқан жұмыстар менен Кембридждің жүргізіп жатқан жұмыстарының арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Әрине, критериалды бағалау. Мереке аман келді бізді көріп отыр. Мереке аман келді бізді көріп отыр. Ескерте сайын әдемілеп сөйлейік қан. Министрге жететін деп. Қош келсіз. Ұсыныстарыңызды нақтылап айтып жіберіңіз, Мира апай. Енді соңғы бір сынып жетекшілерге 30% жалақы көтеріледі деді. Біздің бас ұстаз, ол бірнеше рет мұғалімдер WhatsApp-қа бөлісіп, топтарда бөлісіп, талдап, қуанып, сөйтіп қалды. Бірақ кеше үкіметте мұғалімдердің жалақысын көтеруге немесе қосымша үстемақы төлеуге ақша бөлінбейтін болды. Енді ол сынып жетекшіге 30% ақша қосылуда жерге ұшып кеткен дүние болды. Оған да сенуге болмайды. Енді қосымша бір қаражаттармен қарастыратұғын болмаса. Енді айландырып келгенде енді мұғалімдердің еңбегі ғой, азды көпті жасап отырған. Дегенмен де мұғалімдер, мына аттестация мұғалімдер 4 жақты қысады. Бірінші тестпен. Тесттен қорқпайды мұғалімдердің барлығы, жарайды барады. Тек тесттен қорқатындары жаңа түсініксіз сұрақтардың мағынасының түсініксіздігі, содан кейін өзіміздің ұлттық педагогтар емес, шетелдік педагогтардың мына деңгейлік курстан өткен өмір ағасыз, тілекқабылсыз, біздер білеміз ол мұғалімдерді, ол ғалымдарды. Ал енді көп деңгейлік курстан өтпеген қаншама мұғалімдер бар, өтсе де сол кезде әртүрлі жағдайларменен оны түсінбеген, меңгермеген болуы мүмкін. Содан қорқады. Сондықтан сол тест сұрақтарынан қорқады. Әйтпесе тест тапсырудан қорқпайды. Бұл бір сынақ. Екінші портфолио. Мектепте тек қана сабағын беріп, оқушыға білім беріп, қарапайым ғана жұмыс жасап, конкурс дегенде білмейтін мұғалімдер бар. Жаратылысында. Және олар біздің республикада өте көп. Тікелей сабағын беріп, оқушыны білімге үйретеді, тәрбиеге үйретеді, басы қасында оқушының жүреді, оқушылар ол мұғалім жандай жақсы көреді, бірақ ол мұғалім ешқашан бір конкурсқа барып, жаңағы жүлделі орынға таласып та көрмейді. Барса баратығын шығар, кей жағдайларда ондай мұғалімдердің, жуас мұғалімдердің оқушылар жүндеуге түсіп қалатыны ол қоғамда белгілі. Сөйтіп өтпей қалуы мүмкін. Ондай мұғалімдер сонда қаншама еңбектеніп білімді үйретіп жатса да, мына аттестация бойынша ондай мұғалімдер еленбей қалады. Өйткені конкурстан оның алған жүлдесі жоқ. Одан кейін келесі бір сынақ бұл авторлық бағдарлама. Зерттеушіменен жаңағы шеберге қойып отырған. Мен таңғалатын нәрсе, мысалы, математика ғылымы баяғыда барлық деңгейде талданып болды, одан мұғалім қандай ғылыми жұмыс жазады? Екінші, бір 5 жылда дайындаған ғылымы авторлық бағдарламасы 5 жыл өткеннен кейін ештерсіге жарамай қалады. Неге жарамай қалады ол авторлық бағдарлама? Сонда әр 5 жыл сайын авторлық бағдарлама жасайтұғын болса мұғалім, онда тек қана сол авторлық жұмыс жазу керек жазады да, сабақ өтпейді. Сабақ өтуі сирек болады ол мұғалімнің. Мен мысалы, мен өзімнің 3 авторлық жұмысым бар. Өткен жылы тағы да бір әдістемелік нұсқаулық шығардым. Алтынсаринде жинаққа еніп тұр. Өзімнің жасаған жұмыстарым бойынша мұғалімдерге үлгі ретінде бердім, сұраныс арқылы жасадым мен ол дүниені. Жарайды, солай болған күннің өзінде барлық педагог авторлық бағдарлама жаза бермейді. Осы авторлық бағдарлама дегеннің өзі мұғалімдерді бағанағы айтқан кері бағытта өзінің деңгейін көтеру үшін немесе жалақысын өсіру. Бұл жерде басты мақсат жалақы өсіру. 50% жалақыны алу. Мақсаты ғана тұрады.
материалдық құндылық тұрады. Дұрыс. Иә. Сондықтан ол қайтсе де авторлық бағдарлама жазады да, соның қуыршақтарын тауып алып, авторлық бағдарламаны шығарып алып келеді. Сонда ана қарапайым таза еңбек етіп отырған адам тағы да көлеңкеде қала береді. Осы жағы менің аттестацияның ұнамайтыны. Ең қиналатын жағы да осы жағы. Апа, бір минут өшінде ойыңызда не бөлсем, кешірім сұраймын, осы жерде бір ой қосып кетейінші, айып болмаса. Тәуелсіздіктің 30 жылында мен айтам ғой, маған мола салатындай қағаздан авторлық бағдарлама жасалды. Даже көп те болар одан. Сол жасалған авторлық бағдарламалар, мына үздік педагогтар деп жаңа қосылғанда да бірталай болды. Еліміздің педагогика саласына, білім саласын дамуына қандай оң әсер берген ешкім саралай алмайды. Егер ол оң әсер бермейтін болса, ол авторлық бағдарламалар өз-өзінен жаңағы педагогқа қойылатын талаптың ішінен жойылу керек деп ойлаймын. Әлде пікірім қате ме? Енді құрметті әріптестер, былай айып болмаса біраз уақыт отырыппыз. Мына қазақта бір сөз бар, бала соққан кездіктің басы жарық дейді. Ол мәселенің бәрі неден шығып жатыр? Жаңа аттестациялық ережелердегі кемшіліктерден шығып жатыр, келеңсіздіктен. Ол әлі белгісіз, басқа бір елден алып аударылды ма? Жаңа Мира Барказов айтып отыр, мына сөздері қазақ тілінің мұғалімдерінің өз сөздерін икемге келтіре алмай түсінуі ауырып жатыр дейді. Иә, оның басқасын былтыр ақпан айында осы Бейсенбаевпен кездескен кезде айтқам, сіздерден шығып жатқан құжаттың бәрі жеке. Сіздерде заң ба, құқық ба департаменті бар шығар, шығатын әр құжатты солар шұқшиып тексерсінші деп, сосын барып жарыққа шығарыңыздаршы деп. Бұл енді министрлік жақтан кеткен не. Иә, сіз айтып отырмыз, қателік өте көп. Мен өз пікірімді тағы айта салайын. Ал енді мұғалімдер де талаптарын білдіру керек, беру керек, ұсыныстарын беру керек. Бірақ осы ұсыныс қоя білуде адам сауатын, оның адамгершілік сипатын айқындайды. Сұрақ дұрыс сұрақ қоя берудің өзі, мәселе қоя берудің өзі. Егер әрбір жаңа ұсыныс беріп жатқан мұғалім тура Мира Барказатқызы нақты кемшіліктерді атап көрсетсе, оны шешу жолдарын айтса, тек қана көрсетіп қана қоймай, сонда ғана бізде білікті мұғалімдер бар екен, бұлармен ойнау қауіпті деп аяқ тартуы мүмкін еді. Ал отырып ал, ойбай анан жеңілдетсін, мынан жеңілдетсін деп отыру, ол сізге де, бізге де абырой әпермейді. Мен әріптестерге айтарым сол, нақты ұсыныстарыңыз жазыңыздар. Шешу жолдарын қоса көрсетіңіздер, егер білсеңіздер. Ал құрып отыра бер, мен түсінігім. Сондықтан дегенмен ұмытпайық, мектеп бала үшін жан бағатын орын емес, мұғалім, азамат жан бағатын орын емес. Қалай болғанда мектеп оқушы үшін. Соны ұмытпайық. Сонымен бүгінге осы жетеді ғой деймін да. Рахмет сіздерге. Бір жарым сағатқа жуықтап қапты. Егер айтатын бір-екі сөздеріңіз болса, түйінді ойларыңыз болса, айтып қалыңыздар. Яғни Мира Барказатқызы. Енді қалың қауым педагогтардың сөзін сөйлеп отырмыз ғой, өзіміздің жеке басымыздың мәселесі емес. Мен мысалы тест тапсырсам да, портфолио тапсырсам да, соған лайықты дүниелерім бар. Егер сараптаудан өтпей жатсам, ол дүниенің соңы емес мен үшін. Шеберге қайтадан растай алмай жатсам, ол дүниенің соңы емес. Бірақ бәрібірде оқушыға беретін білімім, оқушыға үйрететін тәлімім одан көбеймесе азайып қалмайды. Сондықтан барлық мұғалімдерге сабыр тілеп, қарапайым еңбектерімен әрі қарай қандай жағдайда болса өзін дәлелдеп, еңбек ете берсін деп ойлаймын. Күйзеліске түспей, денсаулықтарын сақтап, енді айтылып отырған жағдайды тыңдап, естіп отырған кісілер болатын болса, ескеретұғын шығар. Жарық, енді менің бір айта кететін бір ұсынысым, осы эфирде сағат жарымнан бері үлкен ойлар, үлкен ұсыныстар, кәдімгі
еліміздің білім саласының дамуына қосатын салмағы ауыр сұрақтар айтылды, қозғалды деп есептеймін. Солардың барлығы енді ана қалай жау кеткен соң бірдеңеңді қылышыңды анда шап дейді ғой. Сондай болмай, иә, сондай болмай, әлі де болса бір 10 шақты күн уақыттары бар сияқты оқу ағарту министрлігінің өздерінің бұйрықтарын кішкене болса да түзеп бір жүйеге келтіруге. Сол ескерілсе деген ойдамын. Бұның барлығы еліміздің әлеуметтік, экономикалық, мәдени, тағы басқа жағынан дамуына өзінің әсерін тигізеді деген ойдамын. Эфирге ұйымдастырғандарыңыз үшін рахмет. Амандықта болайық. Ал енді құрметті көрермендер, сіздермен бірге тікелей эфирде шығу мақсатымыз мына технологияның жаңа бізге берген мүмкіндігін пайдаланып, сіздерге мынау аттестаттау ережелерін, бұл енді келіссеңіз де, келіспесеңіз де еліміздің болашағын айқындайтын құжат қой бұл енді. Сондықтан соны қалың жұртқа жеткізу, бұның өте маңызды құжат екен. Сондықтан әрбіріңіздің әлгі сындарыңыздың өте қажет екенін сіздерге жеткізу. Сіздермен эфирде болған, тікелей эфирді ұйымдастырған Өмір Шыныбекұлы, Шымкент қаласында тарих пәнінің мұғалімін, Мира Барказатқызы, Алматы қаласы қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, және Тілекқабыл Нұрышев, Батыс Қазақстан облысы география пәнінің мұғалімі. Біз өзіміздің түсінігіміздегі, өзіміздің ішіміздегіні өз деңгейімізде айттық. Тікелей эфирде осы тақырыпта айтарым бар деген әріптестер болмаса, басқа да қоғам өкілдері болса, біздің эфиріміз әрқашанда. Сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы жүздескенше.